бір жерге бара қалу үшін қолжетімсіз. Мысалға мына тұрған Семейге жетудің өзі қарапайым халық үшін өте қымбат. Ұшақтың да бағасы, басқаның да бағасы күрт қымбаттап кетті. Шетелде қоя тұрып Қазақстанның өзінде ұшу қазір ешкімге тиімсіз. Қымбатты ол. Жаңағы қарапайым орташа адамдарға ол кішкене қиындау да қалтасына. Онсыз да арзан емес билеттер тағы да қымбаттауы мүмкін. Себебі жолаушылар тасымалы компаниясы баға белгілеудің жаңа жүйесін енгізбек. Сол кезде пойызбен жүру құны 25%-ке қымбаттайды. Сонымен қатар арзанға да алу мүмкіндігі туады. Жазбен бірге күйіп жанатын жолаушылар тасымалындағы түйткілдер туралы түскі форматта талқылаймыз. Яғни жолаушылар тасымалындағы түйткілдер, проблемалар қашан шешіледі? Армысыздар, Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Айжан Ілиясқызы, назарларыңызда түскі формат. Қымбатты көрермендер, тақырыптың талқылануына әдеттегідей сіздер де ат саласыздар. Ол үшін міне экранда берілген QR-кодты сканерлесеңіздер біздің әлеуметтік желімізге өтуге болады. Ол жерде күн сауалы берілген теміржол және әуе көлігі билеттерінің бағасын қалай төмендетуге болады. Бірнеше нұсқа бар. Ол үшін қосымша пойыздар мен ұшақтар шығару қажет. Мемлекет шекті баға енгізуі тиіс, субсидияланатын бағыттарды көбейту керек. Қымбатшылық жайлаған кезде бағаны түсіру мүмкін емес. Қазірдің өзінде дауыс бергендер саны 300-ге жуықтаған және олардың дені 45% мемлекет шекті бағаны енгізуі тиіс деген нұсқаны таңдапты. Пікір қалдырған көрермендеріміз де бар, оның барлығын уақыт жетіп жатса, сұхбат кезінде міндетті түрде оқып, сұрақтарыңыз болса, оны да жолдауға тырысамын. Енді тақырыпты кеңінен талқылап, мәселені ашу үшін бір қатар маңызды фактілерді назарларыңызға ұсынайын. Оның ішінде жолаушылар тасымалы бойынша көрсеткішке тоқталатын болсақ, жалпы жыл басынан бері, яғни қаңтар-сәуір аралығында 2022 жылы осы жылы әуе көліктермен 3,5 миллион адам тасымалданған. Бұл өткен жылғыдан 7,7%-ке көп. Ал пойызбен 5,5 миллион адам жол жүрген. Ол өткен жылғыдан 36,9%-ға көп. Жолаушылар тасымалы артқан сайын әрине әуе компаниялары мен теміржол компанияларының табысы да артып келеді. Мәселен, қаңтар-сәуір аралығында осы жылдың әуе компанияларының табысы, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жалпы артқан байқау қиын емес. Мысалға, салыстырмалы түрде алатын болсақ, 2015 жылы 1,5 миллион адам осы әуе көлігін пайдаланған болса, бұл көрсеткіш жыл сайын артып келе жатқанын көру қиын емес. Мәселен, 2021 жылы 2,5 миллион адам тасымалданған, ал қазіргі кездің өзінде 2,2 миллион 600 мың адам осы әуе көліктерін, яғни ұшақтарды қолданған. Яғни осы тасымалдаушылар көбейген сайын табыс та артып келе жатқанын аңғару қиын емес. Оны қазір кезекті графикадан назарларыңызға ұсынып көрсетеміз. Бұл жерден теміржол жолаушы тасымалы назарларыңызға ұсынылған, яғни пойыз қолданушыларының санын да көру қиын емес. Бұл жерде енді 2015 жылдары теміржол жолаушыларының саны 8 миллион шамасында болғанын көрсек, жыл сайын ол керісінше төмендеген. Әрине оның ішінде коронавирустың әсерінен жабылған кездерде болды, сондықтан жолаушылар тасымалы төмендеді, ал биылғы көрсеткіш жаман емес. Яғни тек қана осы қаңтар-сәуір аралығында 4,5 миллион адам тасымалданған. Енді қайта табысқа келетін болсақ. Әріптестеріміз қазір осы теміржол компаниялары мен әуе компанияларының табысы қаншаға артқаны туралы графиканы берсе, бұл жерде сіздер анық көре аласыздар. Әуе компанияларының табысы, жолаушылар артқан сайын көбейіп келеді. Міне оны өздеріңізде көріп тұрсыздар. Тек қана осы жылдың 4 айында 119 миллиард 600 миллион теңгеге жеткен. Бұл әрине өзге жылдармен салыстырғанда өздеріңіз көріп тұрғандай күрт артқанын көруге болады. Яғни 2015 жылдары 49 миллиард шамасында болса, қазіргі кезде 119,5 миллиард. Енді теміржол компанияларының табысына келетін болсақ, бұл жерде де табыстың әлде қайда артқанын көру қиын емес. Мысалы, қаңтар-сәуір аралығында 2022 жылы 400 миллиард теңге табыс келген.
бірақ оның дені 80% десе болады жүк тасымалына тиесілі, қалған пайызы ол шамамен жолаушылар пайызына шаққанда 30% шамасында болады. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, әуе тасымалымен, темір жол тасымалымен айналысатын компаниялардың табысы жыл өткен сайын артып келеді. Бірақ соған қарамастан сапа сай емес, қызмет көрсетуде көпшіліктің көңілінен шыға бермейді. Олай болса, осы жолаушылар тасымалындағы түйткілдер қашан шешіледі? Қымбатты көрермендер, дәл осы сұраққа қазір жауап алуға тырысамыз. Ол үшін студиямызға келетін және скайп байланысқа шыққан мамандар бар. Қымбатты көрермендер, еске салайын, тақырыптың талқылануына әдеттегідей сіздер де атсалыса аласыздар. Ол үшін Телеграм каналымызда жүргізіліп жатқан сауалнамаға қатысуға болады, және сұрақтарыңыз болса, оны да жолдаңыздар. Қазір студиямызға келіп үлгерген қонағымызды шақырып үлгерейін. Әділет Көбенов. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Менің оң жағыма жайғассаңыз болады. Және тағы бір спикеріміз бар, Мәди Мұхаммедқали. Ол кісі студияға келген болса, сәл кешігіп жатқан көрінеді, сәлден соң біздің сұхбатымызға араласады. Және скайп байланыста Меруерт Байдешева, ішкі және кірмелік туризм туроператорларының директоры. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Байланыс жақсы екен. Әділет мырза, студиямызға уақыт тауып келгеніңізге алғысымды білдіремін. Әділет Көбенов, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі азаматтық авиация комитеті авиациялық тасымалдар басқармасының басшысы. Енді бастапқы сұрақ ол әрине қазіргі кезде қызып тұрған, көптің көкейінде жүрген билет бағасы және билеттің жетіспеушілігіне байланысты. Неге жылда осы жағдай, осы мәселе туындайды? Не себепті біз осындай проблемаға алдын ала дайын болмаймыз? Рахмет, шақырғаныңызға рахмет, өзекті сұрақ қойғаныңызға да рахмет. Әрине қазіргі уақытта авиация жағында кішкене сұраныс билетке жоғары болып жатыр. Авиациялық тасымалдауға келетін болсақ, сұраныс өзі өзгермелі болып табылады. Мысалы, бір кезеңде ол төмендейді, бір кезеңде жоғарылайды, бір кезеңде орташа болады, тағы солай. Қандай өзгермесе де авиакомпаниялардың, тасымалдаушылардың сұранысты қамтамасыз ету бойынша ұсыныстары өзгермей тұрады. Сол үшін біріншіден билеттерге ие болу үшін, уақытылы жету үшін, біріншісі әрине уақытылы ерте бастан билет сатып алу керек болады. Әрине жетіспей қалуы мүмкін, сонда да әрине жетіспей қалса да қазіргі уақытта авиакомпаниялар енді ол сұраушылықты қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылданып жатыр. Мысалы, қазіргі уақытта 2025 жылға дейін авиакомпаниялар өздерінің әуе кемелерінің санын үлкейту бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. 25 жылға дейін шамамен 50 әуе кемесі келу керек авиакомпанияларға. Шамамен 50 әуе кемесі. Ал компаниялар саны артуы мүмкін бе? Қазіргі уақытта айта алмаймын, бірақ кез келген заң тұлға компания ашуға мүмкіндігі бар. Ашу үшін тиісті талаптар бар. Қызмет жағынан, қауіпсіздік жағынан тиісті талаптар бар. Егер талаптар орындалып жатса, неге ашылмасқа? Бұл жағдайда билет бағасы төмендеуі мүмкін бе, егер компаниялар көбейсе? Әрине, қазіргі уақытта билеттің бағасын нарық бекітетін болады, яғни нарық әсер етеді билеттің бағасына. Халықаралық тәжірибеге сәйкес билеттің бағасы мемлекеттік қадағаланбайды. Не үшін? Өйткені біріншіден әуе көлігі деген ең қымбат көлік болып табылады, екіншіден шығыны жоғары көлік болып табылады. Сонымен қатар ең басымдылық әуе көлігінде ол жолаушыларға қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қауіпсіздік деген тиісті қосымша шаралар қабылдау, ол да мысалы тиісті шығын талап етеді. Сондықтан осындай талаптар болып отырады. Бірақ елімізде енді Файарстан сияқты мысалы компаниялар ашылған кезде басты талап ол қарапайым халық жүріп тұруға болатындай, қол жетімді болатындай мақсатта ашылған еді. Десе де соңғы кездері қарайтын болсақ, мысалы дәл осы компаниямен аталған басқа компаниялардың билет құнында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Бәлкім алдын ала мысалы 2 ай бұрын сатып алған кезде болуы мүмкін, бірақ түптеп келгенде жақындаған кезде бағасы тіпті кей кезде
одан басқа Air Астана сияқты компаниялардан шамасында болатынын да білеміз. Оған не себеп? Ал баған алдында айтып өткендей, авиакомпания өте шығын жоғары салауат табылады. Екіншіден, бір әуе кемесінің бортында бірнеше түрлі тарифтер болуы мүмкін. Ол не үшін десеңіз, әрине бүкіл әуе кемесінің бортында бүкіл билеттер бірдей төмен бағамен сатылу мүмкін емес, өйткені ол авиакомпания шығынға ұшырайтын болады. Сондықтан жолаушылардың барлық категорияларын, яғни жай қарапайым жұмыскер халық болсын, зейнеткер болсын, студент болсын, немесе қайдағы бір кәсіпкер адам болсын, барлықтарын қамту үшін неше түрлі тарифтерді қабылдайтын болады. Мысалы, бір билет мүмкін білетін шығарсыз, билеттің арзан мен қымбаттың айырмашылығы неде? Мысалы, арзан билет қайтармауы мүмкін болады. Мысалы, ертең келмей қалсаңыз, ал қымбат билет сіз ертең қайтара аласыз. Егер ұша алмай қайтын болсаңыз, басқа күнге ауыстыруға болады. Солай болады. Ал Fly Астанаға келетін болсақ, әрине оларда бірнеше түрлі сеткалар болады. Бірақ біріншіден, әрине сіз сатып алған кезде ең арзан билеттер кетіп отырады. Ешкім қымбат билет мысалы іздемейді, қарапайым халық деген. Сол үшін біріншіден арзан билеттер кетіп отырады. Содан кейін қымбатырақ, кішкене тарифі жоғары және тарифке келгеннен кейін оны қамтитын қызметтері де көбірек тарифтер қалып отырады. Сол қысқаша айтқанда билеттер бойынша жағдай осылай. Қазіргі кезде енді осы шындыға керек қолжетімді билеттер пайда болғалы әуе тасымалында, ішкі туризмде былайша айтқанда жанданып келе жатыр. Ол әрине жақсы көрсеткіш. Десе де, мысалы, көп жағдайда адамдар өздерінің демалыстарын алдын ала болжай алмайды, жоспарлай алмайды деген сияқты. Осы жағдайда Меруерт ханым, жалпы ішкі туризмге билеттердің бағасы қаншалықты әсер етеді ішкі туризмнің дамуына, сіздердің жұмыстарыңызға? Қайырлы күн. Біз ішкі туризммен айналысып жүргенімізге міне 5-6 жыл болып қалды. Қазір осы біздің биылдан бастап көтеріп жүрген мәселеміз Kids Go Free бағдарламасы етін. Өкінішке орай біздің жасаған турпакеттеріміз әуе билетінің қымбаттығынан халықтың көңілінен шыға алмай жатырмыз. Сосын ішкі туризммен айналысатын туроператорлардың басым бөлігінде IATA сертификаты жоқ. Ол дегеніміз авиакомпаниялармен тікелей біз жұмыс жасай алмаймыз. Ортада бізде консолидатор деп аталатын делдал болады. Билет алған кезде біз міндетті түрде олардың жинақ, өздерінің сервистік жинақтарын беруіміз керек. Мен осының алдында да айтып кеткенмін, бұл мәселені көтеріп, біз Fly Арыстанмен келісім шартқа отырып, өзіміздің жеке кабинетімізді ашып, қазір тікелей билеттерді брондап, турпакетімізге қосып жатырмыз. Бірақ бағана сіздің айтқан сөзіңіздің жаны бар. Билеттер сол Air Астананың қызы болып табылады ғой, Fly Арыстан. Еншілес компаниясы. Еншілес компаниясы, дочка дейді ғой, еншілес компаниясы. Бірақ баға жағынан ол қызы емес, анасы сияқты болып кетеді кезде. Бағасы жағынан. Сосын Қазақ Airмен жұмыс жасап жатырмыз тікелей. Алдындағы менің бір ұсынысым болған. Бізге Air Астанамен ішкі туризммен айналысатын лицензиясы бар туроператорлар, егер IATA-сы болмаса да Қазақстанның ішіндегі жасалатын рейстер, мысалы Air Астанамен бізге рұқсат берсек, тікелей келісім шарт жасайтындай. Біздің қарапайым халыққа біз турпакет жасаған кезде біздің бағамыз да едәуір төмен болатын еді. Турпакеттің қанша пайызы осы билеттер құнынан қалыптасады? Бұл енді тәжірибе көрсеткенде тек қана Қазақстанның іші емес, шетелге де жасаған кезде, шетелге турпакет жасаған кезде оның бір 60-70%-ның өзі әуе билетінің құны болып саналады негізі. Ең қымбат бөлігі құрамдасы, турпакеттің осы әуе билеттері болып табылады. Ал қалғаны екінші орында қонақжайлық үй немесе қонақ үйлер, орналасатын орын, одан кейін трансфер мен гид экскурсоводтардың құны. Түсінікті.
Меруерт ханым, сіз енді бірқатар проблемалардың расымен бар екенін айтып отырсыз, және оны шешудің жолдарын да ұсындыңыз. Оған жауапты Әділет мырзадан сәлден кейін алайын. Ал қазір міне қатарымызға қосылған Мәди мырзамен сұхбатты жалғастырсақ, жолаушылар тасымал акционерлік қоғамның ресми өкілі Мәди Мұхамедқали қатарымызға қосылып үлгерді. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Енді біздің еліміздегі жолаушылардың, қазақстандықтардың дені ол пойыздарды қолданатынын білеміз, иә? Соңғы кездері олардың саны, жолаушылардың саны артып келе жатқанда мен жаңа хабарымыздың басында цифрлармен, сандармен көрсетіп келтіріп өттім. Соған сай жолаушылар компанияларының табыстары да артып келеді. Бірақ жыл өткен сайын сапа, қызмет жақсарудың орнына қолданушылар тарапынан айтылатын сындарды көбеюде. Не себепті мәселе жыл сайын қайталанады, неге шешілмейді? Және бұл проблемаларды шешудің жолдарын қалай қарастырып жатсыздар? Сәлеметсіздер ме? Жалпы бізде жолаушылар вагондарында біз бұған дейін де айтқан болатынбыз, қазір де айтып келе жатырмыз. 2010 жылдан 2021 жылға дейін бізде 1100-ден астам вагондар жаңарған болатын, жаңа типті вагондар. Және қазіргі жоспарға сәйкес, яғни 29 жылға дейін бізде 500-ге жуық жаңа вагондар келу жоспарда бар. Сонымен қатар, егер мысалы сапасына қарай келетін болсақ, қазіргі таңда бізде вагондардың саны, біздің жолаушылар паркінде 2200-ден астам вагон бар. Оның ішіндегі стандарт типті вагондар 1400-ден астам, және 600-ден астам тарго вагондары бар. 116 электродизель вагондар бар, және өзге де ақпараттар бар. Сонымен қатар, егер де мысалы жаңағы сапасына келетін болсақ, бізде клининг жағынан, немесе техникалық жағынан ескі типті вагондарды айта кетуге болады. Ескі типті вагондар бізде жалпы вагондардың ішінде, мен өзім жаңа айтып өттім, 2200-ден астам, оның ішіндегі 800-ге жуығы, 800-ден сол ескі типті вагондар болып келеді. 50%-ға жуығы? Ол 50%-ға жуығы. Енді былай нақтылап айтпай қояйық, бір 49-48-ге жуық шығар, сол 50%-ның төңірегінде. Мысалы, ескі типті вагондар не істейміз біз әлі? Олардың қазіргі таңда жасы мөлшерлігі 28 жылдан 44 жылға дейін қарастырған. Негізі 28 жылдан бастап оны шығуға болады, бірақ вагон паркінен. Алайда, егер де вагон ары қарай қызмет етуге жарамды болса, техникалық жағынан барлық қыр-сырынан біз кез келген вагонды рейске шығармас болғанда біз оны техникалық жағынан, сервис жағынан енді бірінші кезекте бізге қауіпсіздік қой. Ол яғни техника жағынан қаншалықты қауіпсіз болып келеді. Сол жағынан бәрін қарастырып рейске жіберетін боламыз. Егер де мысалы бізде өздеріңіз білесіздер, жазғы маусымда сұраныс артып жатыр қазір, барлық бағыттар бойынша, яғни билеттер, орындар жоқ болғаннан кейін кейде біз қосымша вагондар ретінде вагондарды қосатындығымыз да бар. Соның өзіне жетпейтін кездері болады. Соның өзіне қосымша вагондар қосылғанның өзінде билет тапшылығы туындап жатыр. Бізде билет тапшылығы әлі де бар. Өйткені қазіргі жазғы маусым болғаннан кейін көптеген жолаушылар өздері мысалы қазір оқу жылда аяқталып, жалпы демалыс уақыты келгеннен кейін көбісі демалыс айлақтарына барып демалысы келеді. Мәселен, Алакөлді айтсақ болады, Алакөл бағыты бойынша біз 11 бағыт бойынша қатынайтын пойыз бар. Оның 3-еуі Нұр-Сұлтан қаласынан, 5-еуі Алматы қаласынан, 1-еуі Шығыс Қазақстан облысынан және Абай облысынан 1-еуі бар. Сонымен қатар Ақтоғай Достық бағытындағы пригородный пойыз бар. Мысалы, енді бұл жерде айта кетерлігі, жолаушылар тарапынан келіп түсіретін біздерде шағымдар бар. Әсіресе жаңағы ескі типті вагондар, неге мысалы жаңартпайсыздар, неге осындай вагонға біз тап болдық депші. Біз бірінші кезекте олардың келген сұрақтарына, сұраныстарына сол вагонның қай тасымалдаушыға тиесілі екенін сұраймыз. Яғни оны білу үшін біз жолаушылардан сұрайтынымыз нөмір, пойыздың нөмірі. Яғни егерде мысалы біз пойыздың нөмірі біздікі болып тұрса, біз айтамыз, әрине бұл тұрғыда біз өз тарапымыздан қажетті шараларды қабылдайтын боламыз. Көрермендерімізге түсінікті болсын, яғни сіздерден бөлек тасымалдаумен айналысатын жеке жолаушылар пойыздары да бар. Бар. Неше олардың саны? Олардың енді былай нақтылап айтатын болсақ, 10-ға жуығы бар. Оны енді Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қадағалайды. Сонымен қатар біздің өзімізде қазіргі таңда жазғы маусымда 158 пойыз маршрут бағыттар бойынша қатынайды деп тұр, жоспарлап тұр. Бірақ соның ішінде 158-дің ішінде 138-і қазіргі таңда бізде бағыт бойынша пойыздар қатынап жүр. Дәлірек айтсақ, мысалы
ол енді көбінесе осы Нұрсұлтан Алматы бағытында, Шымкент бағытында және Атырау бағыттарына, жалпы Батыс Қазақстан облыстарына қатынап жүрген пойыздар. Соларға көбінесе сұраныс көп. Бірақ егерде жолаушыларға айтатыным, егерде билет тапшылығы болып жатса, орын алып жатса, бұл тұрғыда не істеуге болады, қалай билет алсақ болады деген сұрақ. Бізде арнайы жолаушыларға арнаған күту парағын іске қосқан болатынбыз. Яғни бұл күту парағы, егерде жолаушы өзінің қажетті бағытты таңдап, одан кейін жаңағы өзінің қажетті сомасын теріп, өзінің жаңағы даныларының ішіне телефон нөмірін, электронды поштасын теріп қойса, өз заявка бергеннен кейін өз ұсынысын. Сол тұрғыда босап жатқан жағдайда бір орынның сол бағыт-бағдар бойынша өз таңдаған. Сол кезде ғана оған SMS хабарлама немесе жаңа поштасына хабарлама келетін болады. Бағаны белгілеу деген түсінбедім. Демек, жолаушы өзі бағаны белгілеп қояды. Мысалы, мен 5000 теңгеге барғым келеді, 5000 теңгеге билет шығады деген сөз. Жоқ, 5000 теңге болғанда қараңыз. Мысалы, ол жерде бізде былай жазылған сайттың ішіне, листаждагенде күту парағында. Сіз қандай сомаға дейін шама шарқыңыз жетеді, яғни қандай сомаға дейін ақшаны салсаңыз болады. Мысалы 10 мың, немесе 15 мың, немесе 5 мың өзіңізге ыңғайлы. Өйткені бізде пойыздардың ішінде, вагондардың ішінде тек купе, плацкарт қана емес, сонымен отыратын да орындар бар ғой. Олардың да бағалары үш түрлі болып келеді. Сондықтан жолаушылардан сұрайтынымыз, алдын ала егерде бағдар бойынша осы билеттеріңізді алғыларыңыз келсе, ертерек алуларыңызды сұраймыз. Және осы жерде қоса кетерлігі, мысалы жолаушылардың тараптан түсетін мынандай сұраныстар бар, сіздерде бір скидка бар ма дейді, жеңілдіктер бар ма депші. Бізде жеңілдіктер, яғни ол арнайы дисконттық карталар бар. Енді рұқсат болса көрсетсем болады. Осы жерде алтын деген дисконттық картасы. Бұл яғни карта 25% жеңілдікпен 15 жастан бастап жаңағы жолаушыларға алуға болады. Қанша теңге тұрады бағасы? 19.990 теңге. Бұл бір жылға дейін жарамды. Бұнымен қатар бізде күміс деген дисконттық карта бар, жастар деген бар, жастарға арналған 16 жастан 25 жасқа дейінгі, оларда 25% жеңілдікпен, және саяхатшы деген бар. Саяхатшы, яғни бұл тұрғыда, егер бұл карточканы алу тегін, алайда мынандай критерийлері бар. Егер де сен бір жылдың көлемінде, мысалы 100 мыңнан астам қаражатты жұмсап, осы жол жүру бойынша, сол тұрғыда саяхатшыны алуға болады. Сондай-ақ жаңа ол кезде жеңілдік қанша болады? Ол кезде жеңілдік қанша болады? 20% жеңілдікке дейін. Сондықтан жаңа мүгедек жандарға да бар мейірім картасы. Яғни бұл жаңағы... Менің білуімше, бұрындары, осы қателеспесем 5 жыл бұрын әлеуметтік осал топтағыларға арналған түрлі осындай әлеуметтік карталар шығарылған. Бірақ қазіргі кезде меніңше олар жұмыс істемейді. Өткен жылдың соңынан бастап біз осы карталарды қайта іске қостық. Яғни алтыннан бастадық, міне алтын дисконттық картасы. Одан кейін жастар, саяхатшы, күмісті осы күні кеше қосқанымыз. Сонымен қатар біз жаңа мейірім картасына атап өткен жөн, мүгедек жандарға арналған. Бұл яғни әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша қатынайтын пойыздарға бар, яғни 50% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар мейірім картасымен тальго пойыздарында арналы специализированный орын дейді ғой, арнайы орындарға, мүгедек жандарға арналған. Бұл жерде яғни 70% жеңілдікке дейін қарастырылған. Бұл енді көрермендеріміз үшін арасында пайдалы ақпарат болар. Бұған дейін Әділет мырза екеміз билеттерді алдын ала сатып алу кезінде жеңілдіктер болатын, баға әлдеқайда арзан болатынын айтып өттік. Ол әуе ұшақтарға қатысты. Енді осы орайда күні кеше мынадай ақпарат шықты. Темір жол арқылы, яғни пойыздармен тасымалдың құны билеті тағы да 25%-ке қымбаттауы мүмкін деген. Бұл дегеніміз, яғни уақыт дәл жақындаған кезде алатын болса, билеттің бағасы 25%-ке қымбаттайды, ал ертерек алатын болса, 25%-ға арзанға алуға болады деген. Алдын ала деген ол қанша уақыт бұрын? 45 күн бұрын, мысалы. 45 күн бұрын. Бұл тұрғыда ескере кеткен жөн, мысалы, бізде бағалардың шама шарқысы, яғни егерде пойыздарда жолаушылардың ағыны сол бағыт бойынша, таңдаған пойыз бойынша, ағыны мысалы аз болып тұрса, бұл тұрғыда әлде сол жеңілдік, 25% жеңілдік әлде тұрады. Енді мысалы алып қарасақ, өткенде өзім тексеріп көрдім. Мысалы Алматы Нұрсұлтан бағыты бойынша қатынайтын пойыз 3-4 деген. Бұл өзі стандартты түрде 13.100 теңге тұратын, купенің бағасы. Одан кейін барып егерде мысалы осы
август тамыз айында қателеспесем қараған кезде билеттің бағасы 10 мыңнан астам болды. 10.500 теңге ма сондай болды. Енді былай қалып қарасаңыз 3 мың теңгеге, 2 мың 3 мың теңгеге арзан болып тұр. 45 күн деп тұрсыз, мен мысалы қазір ұялы телефонымдағы қосымшалардың бірін ашып қарап тұрсам, бұл жерде 44 күнге дейін билеттер бар. Бағасы 3 мың теңге. Мысалы Астанадан мен қазір Семейге дейінгі аралықты қарап отырмын. Тамыздың 13-інде ең соңғы баға 3372 теңге деп тұр. Бірақ 14-іне билет жоқ. Бұл 45-ші күн. 45-ші күн. Оның бәрі қазір не себебі? 45 күнге дейін деп тұрмын ғой. 45 күнге дейін. 45 күн бұрын мысалы алған кезде. Олардың барлығы бізде қазір енді сіз 44 күн бұрын есептеп отырсыз ғой. Бүгінгі күнмен қосып есептеп тұрса? Келесі ай, осы айдың ішінен бастап есептеген кезде деп. Өйткені ертеңгі күнге билет жоқ, одан кейінгі күндерден бастап билет бар екені көрсетілген, және ол есептеген кезде 44 күн. 44 күнге дейін, Түсінікті. Әділет мырза, әуе тасымалы кезінде де осындай алдын ала билеттерді алу барысында ғана бағана төмен бағада билет алуға болатынын айтып өттік. Бұл жерде ескеретін бір тағы да мәселе, осы бағаларды алдын ала алудан бұрын тағы да қосымша бір теміржолда сияқты жеңілдіктер жасау қарастырылған ба алдағы уақытта? Қарастырыла ма? Әрине, ондай жағынан ұсыныстар көп келіп жатыр. Мысалы, әлеуметтік, мысалы, мүгедек жандарға да мысалы көп ұсыныстар келіп жатыр, оларға мүмкіндік болады ма екен деп. Әрине, өкінішке орай қазір соншама көп жеңілдіктер жоқ. Ең бірінші жеңілдіктер ол жас балаларға, яғни 15 жасқа дейін балаларға 50% жеңілдік болады. Ішкі рейстердің бойынша 12 жасқа дейін балаларға халықаралық рейстер бойынша 50% жеңілдік қарастырылған. Одан бөлек қазіргі уақытта бұл мүмкіндік қарастырылып жатыр. Әзірше одан артық әзірше айта алмаймын. Бірақ ондай әрине ұсыныстар келіп жатыр, ол мүмкіндіктің бәрі қарастырып жатыр. Әзірше одан басқа артық бұйымтай жоқ. Балалардың жүру құны субсидияланады, мемлекет жеңілдік береді деген біраз сондай үлкен жақсы жаңалық болды да, бірақ кейіннен арты былайша айтқанда сиыр құйымшақталып кетті десе болады. Ол туристік операторлар арқылы алған кезде ғана жүретін болды. Одан кейін белгілі бір жерден мысалы Алакөлге баратын болса, нақты бір туристік оператормен келісім жасаған кезде ғана ол жеңілдік болады деді. Сол жеңілдіктерді қазір Меруерт ханым қолданасыздар ма? Қаншалықты пайдаланып жүрсіздер? Біз қазақ туризмнің тізіміне осы Kids Go Free балалар тегін ұшақ бағдарламасына тіркелгенбіз. Осы күнге дейін бізге көптеген ұсыныстар келіп түсіп жатыр, бірақ біз бірде біреуін әлі рәсімдеп үлгермедік. Себебі бағасы қымбат болып жатыр біз үшін. Бағасы қымбат. Енді оны жүзеге асыратын компаниялар мысалы өзінің жаңағы әлеуеті, әл-ауқаты жоғары туроператорлар олар блок орындарды алып, немесе тағы да басқа өздерінің қаржылық жастық дейді ғой, өзінің резервтік фондтары бар компаниялар, олар өздеріне сондай өз ақшаларына билеттерді алып, сол пакеттерді жүзеге асыра алады. Менің бір сұрағым бар еді, жаңағы Мәди мырзаға, теміржол, біздің теміржол... Жолаушылар тасымалының өкілі. Сол кісі алдында да қателеспесем сізбен сұхбаттасқан, туроператорлармен сіздер, мына біздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі мәселесі шетел емес, өзіміздің қарапайым халқымыздың жүріп тұрысына, демалысына деген қандай бізде қай нүктедеміз және біз қалай жылжимыз, сол мәселені қалай дамытамыз деген сондай әңгіме дүкен болып жатыр. Енді алдында да айтқанмын, біз туроператор болғаннан кейін бізге осы Қазақстанның ішкі туризмін дамытатын бірден бір біз көп емес, біз Қазақстанда лицензиясы бар туроператорлар көп емес. Себебі оның пайдасы, маржасы өте төмен болғандықтан көбісі шетелге жіберумен айналысады. Дегенмен біз ең қиын бағытты алып, осы Қазақстанның ішіндегі өзіміздің елімізге, өзіміздің отандық өнімді қолдау мақсатында осы бағытты алып отырмыз ғой. Енді алдында мен сізден сұрадым, теміржол билетін біз ортадағы делдалдар арқылы аламыз. Біз сіздерден ала алмаймыз, себебі айына кемінде 3000 билет біз
сатып алуымыз керек сіздердің шарттарыңыз бойынша. Ал біз айына 3000 билетті біз ала алмаймыз. Себебі бізге жаңағы ондай ауқым жоқ. Мен 5 жыл нарықтамын, иә. Ал бірақ маған қазіргі таңда түсіп жатқан күніне 10-20 лифттар түседі, тапсырыстар. Мен теміржол билетін алатын болсам, мен ортадағы делдалдар арқылы олардың сервистік жинақтарын төлеп сосын аламын. Мысалы, қазір сіз маған мен көріп отырмын жаңағы дисконт карталарын. Мен ол туралы қазір міне осы бағдарламаның арқасында біліп отырмын. Оны білмеуім мен туроператор ретінде маған ұят. Сол үшін сіздерден бір сұрағым бар. Сіздер Қазақстанда орналасқан ішкі туризммен айналысатын туроператорлармен қарым-қатынас жасайтын бөлім бар ма? Бөлім болса, егер оған жауапты кім? Және сіздердің стратегиялық жоспарларыңыз бар ма? Сол туралы мен білгім келеді. Мен алдында сіздерге бірнеше түсінікті. Сол мен айтамын. Иә, Мәди мырза. Иә, әрине. Жалпы әрине біріншіден рахмет осылай біздің дисконттық картаға осындай баға беріп отқаныңызға. Дегенмен арнайы осы бағдарлама үшін алып келдім. Осы жолаушылар жалпы өздеріңізде осындай карта қалай көрсетілетінін, яғни бұл пластикалық түрде бұл карталар айтпақшы біздің билетный кассаларда береді. Мерім картасы келетін болсақ, мерім картасы ол пластикалық үкімет, яғни қағаз жүзінде. Немесе біздің жолаушылар айтпақшы айта кетерлігі жайт мұнда. Егер де мерім картасы болмаса да, өздерінің жаңа Егов Мобайл қосымшасында ID код дегендері бар ғой, мүгедектігін растайтын кодтар. Сол арқылы біздің билет.railways.kz сайтында өзінің инвалид деген мүмкіндігі шектеулі деген соны батырмасын басып арқылы сол жердегі тізбекшіге өзіңіздің ID кодыңызды теріңізді алып, сол арқылы мерім картасыз ақ жеңілдікпен алса болады. Және немесе мерім картасыз ақ билетный кассаларда бізде мүгедектігі расталатын құжатпен бірге мүгедек жандар өздерімен бірге сондай жеңілдікпен билетті алса болады. Және екінші сұрақ бұл сіздің жаңағы кім сізбен жұмыс істеп жатыр деген сұрақ қой. Қазақ туризммен. Бізде енді арнайы комитеті, арнайы бөлімше бар ма дейді? Бізде жалпы енді жолаушылар тасымалының ішінде, тек жолаушылар тасымалына келетін болса, мұнда яғни бізде арнайы маркетинг және билеттерді сату бөлімі бар, департамент. Бұлармен жұмыс істеп жатырсыз. Сонымен қатар яғни бізде подвижной состав дейді, және вагондарға тікелей жауапты беретін кісілер. Оларда жұмыс істеп жатыр, яғни біз қазіргі таңда осы қазақ туризм және өзге де туроператорлармен тікелей түрде жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, күні кеше ғана өзіміздің үлкен жиын өткен, яғни көбінесе осы Алакөл бағытындағы пойыздарға қатысты. Яғни биыл біз айтпақшы сол Алакөл бағытына 2 пойыз қосқанбыз, ол яғни Тальго пойызы болып келеді. Бұл осы жолаушылардың да сұранысы болған, және туроператорлардың да сұранысы болған. Сөзіңіз аузыңызда, мен Әділет мырзадан да бұл жерде сұрай салайыншы, осы туристік бағыттар бойынша қосымша ұшақтар ашыла ма? Алакөл сияқты мысалы. Иә, оған келетін болсақ, мысалы Алакөл бағыты бойынша, Балқаш бағыты бойынша, мысалы Көкшетау бағыты бойынша авиамаршруттар, ол әлеуметтік маңызы бар авиамаршруттар болып табылады. Яғни ол жерде коммерциялық тұрғыда рейстер орындау авиакомпанияларға тиімсіз болып келеді. Бірақ алайда ол жерге рейстердің болу халық үшін қажет. Дұрыс қой? Иә, әрине. Сондықтан мемлекет бұл рейстер орындалу үшін республикалық бюджеттен субсидияланатын болады. Яғни жыл сайын белгілі бір сома бөлінеді. Әр бағытқа, мысалы Алматы мен Астана қалаларынан Үржарға, Үшаралға, Балқашқа, немесе басқа қалалардан Көкшетау, Ақтау, Көкшетау, Шымкент, Көкшетау бағыты бойынша. Қазір бұл бағыттар іске қосылды ма? Олар іске қосылған, олар мысалы орындалып жатыр, бірақ айтып кететін жайт, аяғынан айтып кетейін, олар субсидияланатын болады. Біріншіден ол мемлекеттік республиканың бюджеттен ақша бөлінеді, екіншіден бөлінгеннен кейін олар қолжетімді бағамен болады. Яғни мысалы ол билеттер маршрутқа байланысты, жиілігіне байланысты 10 мың теңгеден 25 мың теңгеге дейін бағасы болатын болады. Ол өзгермейді, ерте аласыз ба, кеш аласыз ба, бағыты белгіленген болады. Мысалы, яғни сіз ертең Үшаралға, Үржарға ұшатын болсаңыз, ертең бүрсігін ұшатын болып қарасаңыз, бірақ билет болып жатса, әрине билет ала аласыз. Бірақ қазіргі уақытта ол қазір билет қарап жатыр болсаңыз, қазір билет қарап жатырмын. Соны ойлап қалдым мен. Ол әуежайларда қазір ұшу-қону жолағында жөндеу жұмыс жүргізіп жатыр. Жергілікті басқару органдарымен жүргізіп жатыр. Жақын арада олардың ақпараты бойынша шілдеде аяқталып, содан кейін рейстер ашылу керек болады.
осы жерде енді шыны керек мынандай бір қызық ой туындайды да, неге біз туристік маусым ашылған кезде, жаз маусымы ашылған кезде осыған барлығына дайын болмаймыз? Шілденің ортасында, тамыздың ортасына дейін Алакөлдегі мысалы демалыс маусымы аяқталады. Бір айдың ішінде адамдар ол жаққа тіпті ұшақпен барып көрмейді десе де болады. Неге біз алдын ала соған дайындалмаймыз, неге қамданбаймыз деген мәселе. Иә, әрине бірінші сұрақ сондай пайда болады. Өйткені әрине ұшу ол кезде ең жоғары спорт уақыты болады ғой. Не үшін десең, мысалы ұшу-қону жолағын жөндеу өзі тиісті технологиялар қажет болады. Мысалы қысты күн жасайтын болса, ол технологиялар орындалмайтын болады. Мысалы сапасы нашар болуы мүмкін. Сондықтан бұл осыған байланысты жаздың уақытында, күн жылы уақытында олар жасалатын болады. Бірақ қыстың күні әрине күн суықта жасаған дұрыс деп халық ойлайды, бірақ алайда ол уақытта жасаған кезде сапасы мүлдем басқаша болады. Сондықтан біріншіден жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әрине сұраныс жоғары, елдер ұша алмайды, бірақ ең маңыздысы біріншіден ол қауіпсіздік. Қауіпсіздік қамтамасыз үшін тек қана осы уақытта ұшу-қону жолағы жөнделетін болады. Бірақ қалай болғанда да осы мәселені шешетін бір шешім табылса, өйткені түптеп келгенде бұның барлығы ішкі туризмнің дамуына кері әсерін тигізеді. Бір айдың ішінде қанша адам барып үлгереді, 2 айдың ішінде салыстырғанда әлдеқайда ол енді көбірек болады. Бұл енді не болса да жолаушылардың қауіпсіздігінің құны ғой, енді не болса да енді кішкене күтсе, одан кейін әрине ұшу-қонуға дайын болады, ұзақ уақыт мерзімде ешқандай бөгетсіз рейстер ұшу мүмкіндік пайда болады. Түсінікті. Әріптестерім берген уақыт аяқталды деп қайта-қайта маған белгі беріп жатыр. Сондықтан сіздермен әлі де сұрақтарым болса қоштасуға тура келеді. Студиямызға келгендеріңізге, жақсы көрермендеріміз үшін ақпарат бергендеріңізге рахмет. Енді алдағы уақытта арасында осы жолаушылар тасымалындағы барлық түйткілдер шешіледі деген ойдамыз. Меруерт ханым, сізге де байланысқа шыққаныңызға алғысымды білдіремін. Ісіңіз оңынан болсын. Қымбатты көрермендер, ендігі кезек шыны керек айдарында біз бұған дейін атом электростанциясының құрылысына қатысты тақырыпты көтергенбіз және біздің елімізде оны бірнеше мемлекет салуға мүдделі екенін айтқанбыз. Күні кеше оның қатарынан ақш пен Жапония шығып қалды. Неге екенін шыны керек айдарында Нұридиннан білеміз. Қайырлы күн, Нұридин, сөз өзіңізде. Айжан, амансыз ба? Армысыздар көрермен. Атом электр станциясын салу бірнеше жылдан бері қызу талқыдағы тақырып. Жалпы атом электр станциясы салыну керек пе деген сауалға қатысты жұрт айтарын айтқан. Басым көпшілігі атом деген сөздің өзінде ол туралы ойды да қабылдай қоймағаны шындық. Оған енді бірнеше себеп бар деп ойлаймын. Атом электр станциясы қателікті кешірмейтін жоба екені анық. Атом реакторы істен шықса не боларын баршамыз білеміз. Соңы үлкен катастрофаға апарған жағдайлар әлемде бар. Басқасын айтпағанда Чернобыльдің салдарынан қаншама адамның зардап шеккені, оның қоршаған ортаға тигізген залалы туралы әлі күнге дейін айтылып жүрген небір әңгіме көп. Әрине, бұл жұрттың атом электр станциясы дегенді естігенде бірден теріс реакция танытатынның бірден бір себебі дер едім. Сондықтан қауіпті ме, қауіпсіз бе деген сауал қойылса, жұрт қауіпті дегенді таңдайтыны түсінікті жайт. Ал тақырыпқа басқа жағынан қарасақ, әлем елдері энергетиканың бұл түрін жарты ғасырдан астам епті пайдаланды, әлі де пайдалануда. Қазір әлемнің 30-дан астам елі атом электр станциясын қолданады екен. Барлық елді атамағанда энергетиканың бұл саласына аса мән бергендер қатарында ауыздан түспейтін елдер. ақш, Франция, Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея, Канада мен Украина бар. Ұлыбритания мен Германия, Швеция мен Испания, Үндістан мен Бельгия деп кете береді. Енді тағы да 20 ел энергияның осы түрін қарастырып жатқан естідік. Жалпы жер бетінде шамамен 391 гигаватт қуаттылықта 439 реактор болса, 55 гигаватт қуаттылығы бар 52 реактор бар екен. Атом электр станциясы керек пе, керек емес пе деген сауал қойылды. Сарапшылар оның қажеттілігін алға тартады. Экология жағынан алып қарағанда да атом энергиясы жасыл экономика тізімінде дегенді естиміз.
Бастысы қуаттылықты, технологияны дұрыс таңдау керек деген ой айтылды. Осы жағына келгенде атом электр станциясының құрылысын қай елмен бірлесіп саламыз деген орынды сауал туындағанына куәміз. Оған келгенде қоғамның пікірі қандай екенін билік жақсы естіді деп ойлаймын. Өйткені Ресейдің аты аталғандақ, әлеуметтің пікірі қандай болғанын айтудың өзі артық. Атом энергиясын ұтымды пайдаланып отырған елдердің біршамасын жоғарыда атап кеттім. Сондықтан Ресейге тірелмей, техникасы жаңа, маманы білікті, технологиясы жетік елдер неге қарастырылмайды деген өте орынды сауалды әлеумет жоғарыдағыларға төтесінен қойғаны шындық. Ақыры атом станциясын кіммен салатынымыз, қай жерге орнатылатыны, экологиялық та, экономикалық та жағы, әсіресе технологиясы бүге-шүгесіне дейін таңдалады деген уәдені естідік. Бастысы бұл жеті өлшеп бір кесілетін шаруа деген сөз айтылғанда қоғамның уайымы басылғандай болды. Ол рас, одан қалды. Атом энергиясын қолдануға қажетті басты шикізат уран, ал Қазақстан уран қоры жағынан көш басында. Бір сөзбен айтқанда, қолда барды ұқсата білу керек екенін көпшілік жақсы түсінеді. Міне содан бері таңдауда, талқыда жалғасуда. Үкіметтегілер ұсыныс айтқан 6 елдің компаниялары барын айтты. Жақында ол тізімнен ақш пен Жапония компаниялары түсіп қалғанын естідік. Оның себебін бұл компанияларда қуаттылығы аз станцияларды салу тәжірибесі болмаған деп түсіндіріп жатты. Қалғаны 4 компания. Қайсысына жоғардағылардың көңілі ауатынын әлеумет бақылап отыр. Ресейлік компанияға қатысты пікірдің қандай екенін айту артық болар. Одан қалды санкцияның астында қалған елдің технологиялық қауқары қандай деген сауал мен мұндалап шығады да тұрады. Оңтүстік Кореялық компаниямен атом энергетикасын дамыту жағынан меморандумға қол қойылғанын оқыдық. Өз елінде 24 атом станциясы бар. Біріккен Араб Әмірлігінде 4 энергоблоктың құрылысын іске асырған компания екені айтылған. Франция мен Қытай компанияларының да тәжірибесі баршылық. Кешегі жолы Тоқаев мырза Түркиядағы Аккую станциясының құрылысын жан-жақты зерделеңдер дегенді айтыпты. Ал оның құрылысына білек сыбана кірісіп жатқан теріскейдегі көрші екенін білеміз. Не ойлағаны бар деген сауал қайта жылт еткені рас. Көрерміз. Әзірге айтарым осы. Бәрде уақыт еншісінде алдағы уақытта қай елдің біздің елде айыз салатынын көре жатармыз. Ендігі кезек әлем жаңалықтарында әріптесім Рустам Байдәулет барлық ақпаратты назарларыңызға ұсынуға әзір. Қайырлы күн, сөз өзінде. Рахмет, Айжан. Индонезия президенті Украина мен Ресейді татуластырғысы келеді. Арағайын болуға кіріскен ол Путинге Зеленскийдің жолдауын жеткіздім дейді. Мәскеуге келген Джоко Видидо жылдың соңында Индонезияда үлкен 20-лықтың саммитін өткізеді. Ол батыс елдерінің қарсылық танытуына қарамастан сол жиынға Путиннің де қатысып, Украина жетекшісімен тіл табысқанын қалайды. Индонезия президенті Путиннен айлақтарды ашып, украиндердің астығын экспорттауға мүмкіндік беруін сұрады. Ресейдің досы ретінде үлкен жетілік саммиті барысында Украинадан теңіз арқылы азық-түлік тасымалдау кезінде қауіпсіздікке кепілдік беруді сұрадым. Енді сіздер бидай экспортын тежемейтін шығарсыздар. Тыңайтқыш жеткізуге де шектеу болмайды деп сенемін. Ресей өткен айда мұнай өндірісін ақпандағы деңгейге жеткізіп қалпына келтірді. Батыс санкциялары қысымды күшейткен сайын әлемдік нарықта баға өсе түседі. Ресейдің вице-премьері Александр Новак осылай дейді. Қазір теріскейдегі көршіміз тәулігіне 9,9 миллион баррель өндіреді. Күні кеше ОПЕК плюс ұйымында бұрын жоспарлағандай тамыз айында мұнай өндірісін 648 мың баррельге арттыру туралы шешім қабылдады. Осы жағдай нарықтағы тепе-теңдікті қамтамасыз етпек. Қытай локдауннан шықты. Бұл өз кезегінде Азия тынық мұхит елдеріндегі сұранысты көбейтеді. Нәтижесінде теріскейдегі көршіміздің жағдайы жаман болмау тиіс. Себебі Ресей аталған аймаққа мұнайын өзіне тиімді бағамен сатуға кіріскен. ақш Тегерандағы билікпен келісімге келіп, оның мұнай экспортына салған санкцияларын алып тастау керек. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі отырысында бас хатшысының саяси мәселелерге жауапты орынбасары осылай деді. Себебі Иран мен ақштың ұзаққа созылған келіссөзі нәтиже берген жоқ.
Тараптар Трамптың кезінде күшін жойған ядролық келісімді жаңғыртуға ниетті болған. Алайда ортақ шешімге келген жоқ. Еуропалық одақ жетекшілері оны қазіргі талап негізінде қалпына келтіру мүмкін емес деген пікір білдірді. Олар Иранның америкалықтардың ұсынысын орындағанын қалайды. Алайда Тегерандағы билік олардың айтқанына оңай көнбесі анық. Егер ең ірі өндірушінің бірі экспортқа мол өнім шығаратын болса, нарықта мұнайдың бағасы біраз түседі. Нәтижесінде ақш-тағы инфляция тежеуге себеп болар еді. Мен бас хатшы айтқанда Иран Ислам Республикасы мен Америка Құрама Штаттарын жылдам әрекет етіп, бірлескен жоспар аясында шешім қабылдауға шақырамын. ақш-тың биржалары алғашқы жарты жылдықта жақсы нәтиже көрсетіп алған жоқ. Қор индекстері соңғы 50 жылда болмаған деңгейге дейін төмендеді. Мәселен, 6 ай ішінде Dow Jones индексі 15,31%, S&P 500 20,58%, NASDAQ 29,51%-ға құлдырады. Сарапшылардың да болжамы жағымсыз. Олар екінші жарты жылдық ақш экономикасы үшін жайлы болмайтынын айтады. Себебі инфляция шарықтап, өсім баяулап кеткен. Рецессиядан құтылу мүмкін емес. Осыған дейін оны болдырмау мүмкіндігі бар деген билік, енді ақша кредит саясатын қатаңдатудан басқа амал жоқ дейді. Естеріңізге салайын, ақш өткен айда базалық пайыздық мөлшерлемесін көтерген болатын. Енді осы елдің реттеуші органы жыл соңына дейін оны тағы да бірнеше мәрте жоғарылатады. Шанхайда індеттің беті қайтып, 3 ай бойы жабылуы болған Диснейленд қайта ашылды. 25 миллион халқы бар қаржы орталығындағы тіршілік жандана түсті. Дегенмен тексеріс қатаң, қоғамдық орындарға коронавирус жоғын растайтын тест тапсырғандарды ғана өткізеді. Халықтан әр 3 күн сайын анализ тапсыру талап етілген. Маска тағу міндетті болып бекітілді. Бүгіннен бастап Шанхайдағы мұражайлар мен арт-галереяларда жұмыс істейді. Кинотеатрлар бір аптадан соң есігін айқара ашады. Бой жазайық деп осында келдік. Қызым көптен бері ешқайда шықпай үйде отырды. Шанхай қалыпта тірлікке оралған соң қатты қуанып, керемет атмосфераны сезінгенді жөн көрдік. Қымбатты көрермен, шетелден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Шанхайда жағдай жақсарып келе жатса, біздің елімізде керісінше көрсеткіштер қайта көтеріліп келе жатыр. Рахмет мәліметтеріңе. Бұл туралы қазір көрермендерімізге нақты ақпарат ұсынайын. Елімізде өткен тәулікте 189 адамнан коронавирус анықталды. Алматы қаласы бойынша вирус жұқтырғандар саны 100-ге жуықтаған. Елордада 55, Шымкент қаласы мен Алматы облысында 8, Жамбыл мен Атырау, Қарағанды облыстарында 5 адамнан індетке шалдыққаны мәлім болды. Ал коронавирустық пневмония бойынша бір тәулікте 6 науқас тіркелді. Жалпы пандемия басталғалы Қазақстанда COVID-19 1.306.797 адамнан анықталып, 13 мыңнан астам адам өмірін жалмады. Пневмониямен 90 мыңға жуық адам ауыр, 5355-і қайтыс болды. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы өткен аптада 4 миллионнан астам адам коронавирус жұқтырып, оның 8 мыңнан астамы қайтыс болған мәлімдеді. Бүгінгі күні айтып кеттім, республика бойынша қорқынышты жағдай жоқ. Жасыл аймақта біздің ауруханаларымызда 100-деген адам ем алып жатыр. Аурухананың толықтырулы 6%, соның ішінде 4 адам жағдайы қатаңдау деп дәрігерлердің бақылауында. Технология саласында қандай ақпараттары бар, оны дәл қазір IT топтамасында білеміз. Қытайлық электроника өндірушісі Vivo планшет нарығына шығуды жоспарлап отыр. Компания өзінің алғашқы моделін келесі жылдың бірінші жартысында ұсынады деп күтілуде. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Vivoның алғашқы планшеті өте күшті болмақ. Мәселен, оған Qualcomm Snapdragon 870 процессоры орнатылады. Онымен бірге құрылғы 8040 мАч сыйымдылығы бар батареямен жабдықталады. Оның атауы жөнінде белгісіз, алайда сарапшылардың айтуынша Vivo Pad Class 9 болу ықтималдығы жоғары. Vivoдан басқа BBK Electronics құрамына кіретін Oppo және OnePlus планшеттер нарығына шығуды көздейді. Соңғысы өткен жылдың шілде айында OnePlus Pad маркасын тіркеген болатын.
Қытайлық технологиялық алпауыт Xiaomi Пекинде электрокар шығаратын зауыт салуды жоспарлауда. Онда жыл сайын 300 мың автомобиль шығарылады деп күтілуде. Xiaomi осы жылдың наурыз айында көлік нарығына кіретін жариялаған. Компанияның бас директоры Лэй Джунның айтуынша, келесі 10 жыл ішінде жобаға шамамен $9,5 миллиард қаржы салынбақ. Жеке көлік зауыты Xiaomi'дің үлкен амбициясының көрінісі. Қазірде ол негізінен жеке электроника өндірушісі ретінде танымал. Компания Niro және XPeng сияқты қытайлық ойыншылармен ғана емес, сонымен бірге Tesla сияқты ірі шетелдік өндірушілермен де бәсекелестік орнатуды көздейді. Xiaomi өзінің алғашқы сериялық электр машинасын 2024 жылдың бірінші жартысында көрсетеді деп хабарлады. Виртуалды және толықтырылған шынайлық құрылғыларына деген сұраныс жыл сайын өсіп келеді. TCS Insight талдау компаниясының сарапшылары ұсынған болжамға сәйкес 2025 жылы аталмыш құрылғылардың 71 миллион дана сатылады. Олардың мәліметтері бойынша биыл бүкіл әлемде 11 миллион AR және VR құрылғылары сатылған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 50%-ға көп. Сарапшылар мұндай құрылғылардың сатылымы одан әрі тез өсетініне сенімді. Зерттеушілердің болжамы Oculus Quest 2 виртуалды шындық шлемін сатудың өте белсенді өсуіне, сондай-ақ тұтынушылар мен компаниялардың виртуалды және кеңейтілген шындықтың мүмкіндіктерін жұмыста және күнделікті өмірде қолдануға деген ұмтылысына негізделген. Айтпақшы, пандемия жағдайында өмір сүрген соңғы 2 жыл осы технологияларды алға жылжытты. Алайда сарапшылардың пікірінше, бұл болжамның орындалуы үшін нарықта құрылғылардың екі жаңа санаты пайда болып, кеңінен таралу тиіс. Бұл смартфондарға қосылған тартымды VR құрылғылары және AR технологиясы бар ақылды көзілдіріктің ыңғайлы модельдері. Осы жылдың соңғы прототиптерін Snap, Xiaomi, Amazon және Oppo көрсеткен. Алдағы аптада Huawei'дің жаңа құрылғысы таныстырылады. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Бұл түскі форматтың осы маусымдағы соңғы эфирі. Біз өздеріңізбен тамыз айының аяғында қайта жүздесеміз, бірақ Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі күнделікті назарларыңызға ең соңғы мәліметтерді ұсынуды жалғастырады. Күннің басты ақпараттары сағат 19 және 20:00-де, күнделікті таңғы сағат 9-дан бастап біздің жаңалықтарды көруді ұмытпаңыздар. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.
Қайғылы қаңтар қырғынның өткеніне де 5 ай болып қалыпты. Неше адам қаза болғанның нақты санында ешкім атай алмай отыр. Ал ұсталмаған шын қылмыскерлер, ақталмаған кездейсоқ адамдар, табылмаған қару-жарақ әлі де көп. Жалпы халықтық референдумның қорытындысынан кейін қандай өзгерістер күтіп тұр? Өзгерістерді қоғам бірден сезіне ала ма? Саяси, демократиялық даму мен мемлекеттік басқару ісі шын мәнінде оңтайландырылып, беталыс халыққа қаншалықты жайлы болуы мүмкін? Украинадағы соғыстың жүріп жатқанына 100 күннен асып кетті. Оның тоқтатылуы жөнінде жасалып жатқан қандай да бір ірі қадам әзірге байқалып отырған жоқ. Дегенмен, екі жақта титықтап қалғаны аңғарылады. Украина президенті Владимир Зеленский өзінің сөзінде Украина қазір шабуыл жасауға дәрменсіз деген сөзді айтып қалды. Балықтың қырылуы. Менің ойымша бұл соңғы уақыттары жиі қайталанатын үрдіске айналған сияқты. Балық өндірісі төмен бізде. Кадр тапшылығы. Неліктен адамдар бұл салаға келмей отыр? Қызығушылық неліктен аз? Адам басына шаққанда 4 килограммды құрайды. Бұл әрине аз. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша негізі 16 килограмм балық жеу керек адам басы. Мүгедектігі бар жандар қандай проблемалары кезігеді, қандай мәселелердің шешімін күтіп жүр? Бар адамның қатарында бірге жүру керек олар. Сондағанда қоғам бірдей болып теңесе аламыз. Көпбалалы ана, жаңадан кәсіп бастап отырған ол тігін тіге ма, баласын баға ма, немесе тендерге қатыса ма, оның қолынан келмейді. Қармақ береді мемлекет, бірақ балық жоқ дейсіз. Осыны біз шешейік. Жақсы, осы 100-іне 1000-ына жұмыс берейік. Осыны беру үшін бастап, соны аяғына дейін жеткізетін, сәйкестендіретін мүмкіншілік жоқ екен.